Осы Нух пайғамбар шығатын қауымның ішінде 5 салиқалы адам болған туралы айтылады Нух сүресінде. 5 салиқалы адам болған. Уат, Суағ, Яғуқ, Яғус, Наср деген. Нух сүресінде Алла Тағала осы 5-еуін баяндайды. 5-еуі де салиқалы адам болған. Осы салиқалы адамдар Алла Тағаланың жаңағы бұйырған жақсылығына шақырып, жамандықтан тыйып отыратын 5 адам болған. Алла Тағаланың сүйікті құлдары, Алла Тағаланың әмірімен жүрген құлдар болған. Міне осы 5-еуі халықта оларды жақсы көреді. Сонымен 5-еуі де дүниеден озады. 5-еуі де дүниеден озғаннан кейін мына жүректе қимастық деген нәрсе болады. Құрметті жамағат, халық қимайды оларды. Өте жақсы көрген деген бір махаббаттың да мысалы шегі болу керек қой. Жаңағы Алла Тағаланың діні бұзылып кетпеу үшін. Оларда ешқандай жаман ниет, ешқандай нәрсе болмаған, барлығы салиқалы адамдар. Сөйтіп 5-еуіне 5 ескерткіш тұрғызады. Үлкен 5 мүсін түрін ұқсатып кәдімгідей. Өнер мықты болған да. Сонымен балаларын әкеліп көрсетіп тұрады. Міне, мынау Уат, сондай салиқалы кісі болған. Мынау Суағ, мынау Яғус, мынау Яғуқ, мынау Наср аттары, есімдері сондай болған. Олар біздің қоғамдағы салиқалы адамдар. Әрдайым бізге Алла Тағаланы жақсы көруге, Аллаға құлшылық қылуға шақырып жүретін осындай адамдар болған деп. Бұл мүсінді жаңағы енді шайтанның уәсуасымен салынады ғой, бірақ адам білмейді ертең не болатынын. Шайтанның да асықпайтын тұсы болады, құрметті жамағат. Ол бір ғасыр күте алады да, бірақ бір ғасырдан кейін бытшын шығарады. Соқтан ол күтеді, жаңағы буын балаларына көрсетіп жүреді, ұмытып қалмаңдар, мынандай адамдар болған деген. Мысалы тарихта болады ғой, осындай тұлғаларымыз, тарихи тұлғаларымыз болған, осыларды ұмытып қалмаңдар, мынандай деген нәрселер болады да. Сол жақсылық ниеттен. Бірақ жаңағы буын өтіп кетті. Өтіп кеткеннен кейін келесі буында жаңағы мынау бекер тұр деп ойлайсың ба дейді. Олар бекер тұрған жоқ. Оларға табыну керек, сыйыну керек деген нәрсе басталады. Сонымен басталады құлшылық. Құлшылық басталып кетеді. Нух сол қоғамда өседі, сол қоғамның адамы. Нух деген сөздің өзін наха деген етістіктен жаңағы түсіндіреді ғұламалар. Наха деген бәка деген мағынаны береді дейді. Жылау деген. 950 енді осы халық үшін жылаумен болған ғой. Тыңдамайды мүлде. Содан мына 5-еуі бұл салиқалы адамдар болған. Мұны аталарымыз кезінде осындай мақсатта қойған. Бұларға табынуға болмайды дейді. Сонда олар ла тазарунна жаңағы алихатакум. Жаңағы қоғамдағы дөкейлері келіп халыққа айтады. Ей халық, мына Нухтың бір сөзіне еріп, тәңірлеріңді тастап қоймаңдар дейді. Нух сүресіндегі сөзді аталы келтіреді. Солардың айтқан сөзі ол. Ла тазарунна алихатакум. Тастамаңдар тәңірлеріңді. Сөйтіп атап айтады. Ва ла тазарунна уаддан. Уадды де тастамаңдар, тәңір тұтыңдар. Жаңағы Суақты да, Яғусты да, Яғуқты да, Насрды да дейді. Сөйтіп осындай нәрсе басталады. Міне, сол халыққа Аллах Тағала Нухты жібереді. Каззабат қаблахум қауму Нухин дейді. Ей пайғамбар, сенің қауымыңның күпірлігінен бұрын Нухты да қауымы өтірікке шығарған еді дейді кезінде.